Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімеміз жасөспірімдерге арналады. 16 жасар қайынсіңлілімен тұру мүмкін емес. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Сіздердің ақыл-кеңестеріңіз керек болып тұр. Тұрмыстамын, бір балам бар. Жасым 19-да, 16 жасар қайынсіңлілім бар. Кейін кезде қатты өзгеріп жүр. Ұятсыз видеолар көреді. Ұстап алып ұрысқанмен қойдым деп көрмеймін деп бір айдан соң қайта көріп жүр. 2 апта бұрын постель ауыстыруға кірсем, төсегі қан болып жатыр. Зәрем ұшты, не болды деп. Өзінен сұрасам, қолым қанады деп басын алып қашады. Содан не керек, күйеуіме айтуға қорқам. Өзінің қарындасын ұрып тастай ма деп. Енеме айтуға ұялам. Көрінген еркекпен сөйлеседі. Ас үйге кірсе болды, жүрегім айниды дейді. Не болды десем, ұшындым. Неден десем, өткенде донер жеп едім, содан дедім. Мен бірден біліп қойдым. Дегенмен мен бір балам бар. Аз да болса да оптым бар. Ендігі менің мақсатым таблетка сатып алып, шайына қосып берсем ба? Ертең басымызға бәле болады. Өз балам жетіп жатыр. Не істесем болады? Өз ақыл-кеңестеріңізді айта кетіңіздер.